Автоматтык баскаруу жүйесі энергодиспетчерлік тартым. Бұл Қазақстан Республикасының темір жолдарындағы энергия үнемдеу, ақпараттандыру және автоматтау саласына арналып жасалған Транстелеком компаниясының ірі жобасы. Автоматтык баскаруу жүйесі 3 деңгейде жұмыс атқарады. Технологиялық тұрғыдан ең қиыны локомотив деңгейі болып табылады. Жылуға және электр қуатын тасымалдаушыға жоғарғы дәлдікпен бақылаушы өлшеуіш құрылғылар орнатылған. Ұялы және арнайы байланыс арналары арқылы локомотив өлшеуіш құрылғылардың техникалық параметрлері орталық сервердің деңгейіне бағытталады. Бұл жерде мыңдаған сапарлар, түрлі пойыз құрамдар, машинистер, маусымдар жайлы ақпараттар жиналады және сараланады. Электронды жол бағыттары қалыптасады. Локомотивтің барлық бағыттағы техникалық қызметі оңтайлы тәртіппен анықтамалар бортына жіберіледі. Жүйеде локомотивтік депоның деңгейі де маңызды рөл атқарады. Бұл жерде сапарға машинистке арнайы алынбалы жад модулі беріледі. Ол электронды жол бағыты модулінде машинистің жеке кілті ретінде қолданылады. Сонымен қатар, депо орталық серверге жіберетін резервтарына және қосымша бақылау деңгейі ретінде пайдаланылады. Алынбалы жад модулі жүйеге қосылған кезде машинистің жүйемен қосылған визуализация блогының идентификациясы мен синхронизациясы жүреді. Қозғалыс барысында сапарға қатысты ақпарат жиналады. Жүйе интерактивті ұзақ оқытуды талап етпейді. АБЖ ЭДТ отын энергетикалық ресурстардың шығынын үнемдейді. Қоршаған ортаға келтіретін зиянын азайтады. Жинау, енгізу, техникалық архивациялау және техникалық параметрлер үрдістерін әр сапарда жылдамдатады және автоматтайды. Олардың дәлдігі мен сенімділігін арттырады. Нәтижесінде мұның барлығы